Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Жаз келді, күн ұзарды, балаларымыз демалысқа шықты. Бүгін өнер туралы әдебиеттер бөлімі сіздердің назарларыңызға үшті ашық хат жасау шеберлік сағатын ұсынады. Бұл үшті ашық хат тіпті біздің бүлдіршіндеріміздің қолынан да келеді. Сонымен қоса мен сіздерге мынау кітапты ұсынсам деймін. Бұл кітап бейнелеу өнері мен қол еңбегіне арналған энциклопедия. Бұл кітап Алматы қаласы Аруна баспасында 2008 жылы басылып шыққан. Енді үшті ашық хат жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге түрлі түсті қағаз, картон, қайшы және желім қажет болады. Мен түрлі түсті қағаздан жолақтарды алдын ала кесіп қойдым. Енді бұларды өзара желімнің көмегімен жабыстырамыз. Мінекей, осылай жабыстырып аламыз. Кішкене бекінгенін тосамыз. Мінекей, осындай болып шығуы керек. Енді желдеткіш сияқты пішін келтіреміз. Мінекей, осындай пішін шығуы керек. Енді бұларды өзара жабыстырамыз. Мінекей, осындай болып шығуы керек. Енді картон қағазды аламыз. Бұл біздің ашық хатымыздың негізі. Жаңағы жасаған пішінімізді алдымен бір жағынан, сосын екінші жағынан желіммен жабыстырамыз. Кішкене баса тұрамыз. Енді екінші жағын жабыстырамыз. Мінекей, осындай ашық хат шығады. Мынау дайын үлгісі. Басында айтып кеткендей, бүлдіршіндеріміздің қолынан да осындай ашық хат жасау келеді. Ең бастысы қиялымызды қоссақ болғаны. Сонымен қатар өнер туралы әдебиеттер бөлімінің «Творчество и чудотворство» атты клубы бар. Осымен біздің шеберлік сағатымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.